Қайырлы күн. Бүгін сіздермен үйді тұзбен тазалау әдістерін бөлісетін боламын. Астың дәмін тұз келтіретін секілді, тұздың да сіз білмейтін пайдалы және жаман энергиядан сақтайтынын білесіз бе? Ең біріншіден тұрып жатқан үйіңізді тазалаңыз. Үйдегі керек емес, ескі құсқы заттарды тастаңыз. Сынған ыдыс болсын тастау керек. Қуыс-қуысы тұзбен тазалаңыз. Бұл сіздің үйіңізді жаман энергиядан тазартады. Әсіресе айнаның бетін, сыртқы есікті, табалдырықты жақсылап тұзбен жуған жөн. Неге? Тұз деуіңіз мүмкін. Тұз барлық ауыртпалықты, жаман энергияны сорып алады. Үйді осылай толығымен бір тазалап алыңыз. Осылайша біз үйді жаман энергиядан сақтайтын боламыз. Үйдің жаман энергиясынан сақтау үшін жарты пачка тұзды қазанға салып пешке қыздырып алыңыз. Тұздың түсі сұр немесе қоңыр болған кезде ыдыстағы тұзбен үйдің барлық ішін сағат тілімен әрі қуысты аластап Фалақ сүресі мен Нас сүресін оқып шықсаңыз болады. Содан кейін үйді көзден, жаман адамның пиғылынан, жаман энергиядан сақтау үшін қызыл матадан кішкентай өз қолыңызбен қалташа тігіп, ішіне бір шымшым тұз салып, сырт бөлменің босағасына жоғары жаққа іліп қойсаңыз болады. Сырттан кірген адамның көзіне бірден түсетіндей іліп қоюы керек. Осылайша қызыл қалтаның жоғары жаққа іліп қою арқылы кірген адамның жаман энергиясын, тіл көздерін алатын болады. Негізінде 90 күн сайын тұзды ауыстырып, жаңартып тұрған жөн. Ескі тұзды суға ағызып жіберіңіз. Жоғарыда айтылған техникаларды саудагерлер бутикке, аттельге жасап қойса болады. Үйден Бақара сүресін оқуы керек. Бұл сүре оқығанда 3 күнге дейін үйге шайтан кірмейді дейді. Одан кейін өзіңізді тазалаңыз. Қосымша тағы бір техника, егер сіздің денеңіз ауырсынып, ауру сырқаудан арылғыңыз келсе, осы тұз суға, бөлме температурасындағы тұрған жылы суға тұз салып шайнап алуға кеңес беремін. Бұл техниканы медицинада және дәрігерлер де айтып жүреді. Тұздың үлкен қасиетін, яғни сіздің денеңіз сол сумен, ауру сырқауларыңыз сол сумен ағып кетеді. Тұздың жаман энергияны алатыны секілді, сіздің денеңіздегі жаман ауруларды, ауру сырқауларды алып, сумен шайылып кетеді. Бұл техника сіздерге ұнаған болса, комментарийға өзіңіздің жылы лебіздеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерде тұзға байланысты қандай техникаларды, әдістерді білесіздер? Өз ойларыңызбен де бөлісе кетіңіздер.